Ассалаумағалейкум, құрметті Корея көмек оқырмандары. Бүгін оңтүстік Корея уақытымен сағат 18:00 біз қазір оңтүстік Корея елінен тікелей эфирге шығып тұрмыз. Бүгінгі тікелей эфир кезінде қазір соңғы болып жатқан оқиғалар, соларға тоқталатын боламыз. Осы эфирді көбірек адамдар көру үшін міндетті түрде лайк батырмасын басып, өз пікірлеріңізді комментарияға қалдыруларыңызды сұраймыз. Алдымен, осы аптаның ішінде екі отандасымыз қазақстандық қайтыс болды. Қайтыс болған азаматтың екеуі де қазақстандық. Бір азаматтың мәйіті жақындарының өтініші бойынша Қарақалпақстанға жіберілді. Екінші қайтыс болған азамат Түркістан қаласының тумасы. Ол азаматтың мәйітін келесі аптаға Қазақстанға жіберуді жоспарлап жатырмыз. Қайтыс болған отандастарымыздың жақындарына, туған туысқандарына, оңтүстік Корея еліндегі мұсылмандардың атынан, елшіліктің атынан қайғыра көңіл айтамыз. Иманды болсын. Енді қазір біз оңтүстік Корея елінде қашып кеткен екі отандасымыздың мәселесімен жүгіріп жүрсек, бұл жерде Самат Ахметтің жарнамасымен айналысып, хайп жасаймын деп, хит болам деп, ит болып жатқан кейбір отандастарымыз және блогерлер туралы ақпаратты беретін боламыз. Шын мәнінде бұл қашып кеткен екі отандасымыз, олардың жағдайы қалай, не болды, солар туралы ақпарат беріледі. Оңтүстік Корея еліне саяхат, яғни кета платформасы арқылы келіп, Инчхон әуежайынан қашып кеткен екі Түркістан қаласының азамат туралы естімеген ел жоқ шығар. Барлықтарыңыз білесіздер. Ол туралы біз тікелей эфир жасап, алдында пост бердік. Енді қараңыздар, бұл отандасымыз екеуі де қылмыс жасады. Халық осы нәрсені білуі керек. Бұл екі азамат та оңтүстік Корея еліне шын мәнінде жұмыс істеу үшін келді. Осы жерде Қазақстандағы қаржылай қысымның салдарынан келді. Бірақ Корея мемлекетінің заңын бұзды. Осы нәрсені халық дұрыс түсіну керек. Бұлар қылмыс жасады. Бұлардың қылмыс жасағанын Корея заңымен анықталды. Корея ол нәрсені бекітті. Бұлардың шын мәнінде қылмыс жасағанын дәлелдеп берді. Мысалға, сіздің үйіңізге біреу кіріп кететін болса, қайдан келдің, кімсің, не істеп жүрсің деп тергейсіз ғой. Ал бұл екі азамат оңтүстік Корея еліне заңсыз кіріп кетті, өзге елдің шекарасын заңсыз бұзып өтті. Көп азаматтар байланысқа шығып, қазір халықтың ойы екіге бөлініп жатыр. Біреулер жүре берсін сол жақта Корея мемлекетінде жұмыс істесін десе, кейбіреулер заңды бұзды, заң алдында жауап берсін дейді. Мен осы заң алдында жауап бергеніне қосыламын. Мен осы жерде заңның ортасында жүргендігіме байланысты мынау екі азаматтың кесірі басқаларға тимеуін қадағаладық. Ал енді бұл отандастарымыз Қазақстанда қаржылай қысымның салдарынан Корея еліне келген болса, кедендік бақылау қызметкерлері өткізбеді ме, олар үндемей елге қайтуы керек еді. Бұл жерде оларды біз қылмыс жасы деп алып келген жоқ, кім жіберген болса да. Корея мемлекеті болсын, басқа да шет елдерге шығатын отандастарымыз, сіздер сол елге шығар алдында қолдарыңызға билет алардың алдында сол елдің заңын үйренулеріңіз қажет. Сол елдің туристерге, саяхатшыларға арналған тәртібін егжей-тегжейлі үйренулеріңіз қажет. Себебі сіздер мынау Алматыдан Астанаға емес, сіздер Қазақстаннан басқа мемлекетке шығып тұрсыздар. Ол елдің өзінің ережесі бар. Шетел азаматтарын кешірмейтін ережелер бар ол жердің. Осы нәрсені кета платформасынан рұқсаттарыңыз болса, билетті алып, чамаданға бір құртты салып, самолетқа шыққанды қойыңыздар. Үйден шығар алдында әрбір елдің өзінің заңын үйреніп шығу керек. Сізді Қазақстанда қаржылай қысымнан келгеніңізді, отбасыңызда жаңағыдай қиын жағдай болып жатқаныңызды ол мемлекет заңы қарамайды. Ол нәрсеге кешірім жоқ. Енді Түркістандық сол Үміт деген жігіттің мәселесі бойынша айтамыз. Жалпы бұл әлеуметтік желіге ақпарат шыққаннан кейін біз Үмітпен тікелей байланыс орнаттық. Оның әпшесімен байланыс орнаттық.
яғни байланыс орнатқанда мен оның әпшесіне жаздым. Міне мына жерде тұр, мынау TikTok платформасына тараған видеодан кесіп алдым. Тұр мына жерде. Жақсылап осы нәрсені, внимательно осы нәрсеге назар аударыңыздар. Ассалаумағалейкум, сізді Корея жаңалықтарынан Самат Ахметов мазалап тұр, байланысқа шығыңыз. Мінекей жазылған SMS, оқысаңыздар болады. Жалпы көрдіңіздер ғой. Ал енді бұл келіншек алды да мына жерде біздің атымызға бұл келіншегіміз екі түрлі сөйлеп отыр. Ораза айы дейміз. Ораза айында екі түрлі сөйлеудің қажет жоқ. Тем более хиджабта отыр. Жүрегінде иманы бар адам өйтіп өтірікті сөйлемейді. Мен мысалға байланысқа шығатын болсам, кешеде мысалға бір адам қайтыс болды, біз шығамыз жақындарына. Ассалаумағалейкум, осындай Корея көмек қайырымдылық қорынан шығып тұрмын. Осындай азамат қайтыс болды, соның жақынысыз ба? Ауруханадан шығып тұрмын. Не болмасам полиция бір нәрсені тергеп жатса, полицияда осындай ақпарат бар, содан шығып тұрмын деп біз байланысқа шығамыз. Бұл жерде беріліп жатқан ақпарат мүлдем жалған. Самат Ахметов, естеріңізде болсын, Корея мемлекетінде мен заңгер емеспін, мен адвокат емеспін, мен Корея елшілігінде жұмыс істемеймін, мен еркін блогер, Кореяның ащы шындықтарын жеткізетін қарапайым бір Қазақстанның азаматымын. Ал мені елшіліктің посольда жұмыс істейді, не болмасам адвокат, заңгер деп бүйтіп, мына әңгіменің бәрін осы сіздердің араларыңызда өздеріңіз таратып жатсыздар. Мен заңгер емеспін, мен адвокат емеспін. Тек біздің қасымызда сол заңгерлер, адвокаттар бар. Халық осы нәрсені дұрыс түсінуі керек. Яғни мен сіздерге тағы да айтам, мен елшілікте жұмыс істемеймін. Ондай өсек әңгімені қою керек. Кеше Қазақстаннан жоғарыдан звондап қайта-қайта әртүрлі SMS-терді жіберіп, біздің де әбден мазамызды алды. Сіздер естігендеріңізді емес, көргендеріңізді айтыңыздар. Факт бір жерде, мысалға, Самат посол, не болмасам консул деген жазу бар ма бір жерде? Сол нәрсені көру керек адам. Одан кейін сіз сол нәрсеге сенуіңіз керек. Мысалға, ақылдысыздар ғой. Бір жолда полиция тоқтатса, куәлігіні көрсет дейсіз ғой. Куәлігіні көрсетпегенге дейін онымен сөйлеспейсіз. Не үшін сіздер сол нәрсені талап етпейсіздер? Біреу сіздерге мен посольствода жұмыс істеймін десе, сене бересіздер ме? Ондай нәрсе айтылған жоқ. Яғни, тағы бір рет айтам, мен бұл келіншекке жазған ақпаратым міне тұр. Мен Самат Ахметов Корея жаңалықтарынан байланысқа шығып тұрмын, мазалап тұрмын, байланысқа шығыңыз. Корея жаңалықтарынан осы нәрсені барлығын дұрыс түсіну керек. Ал келесі, осы Умиданың үміттің ұсталуын айтайын, одан кейін ақша мәселесін айтам. Үміттің ұсталуы, біз үмітпен кездестік, мән-жайдың барлығын үйрендік. Негізінде бұлар бірінші оңтүстік Кореяның Кунсан қаласына келген. Кунсан қаласына келіп, бұл азаматтар келген үйі де бар. Біз ол мән-жайдың барлығын үйреніп шықтық. Кунсан қаласына келіп, сол жерде бір үйде қалған бұлар. Мінекей, мен көрсететін боламын. Мына жерде жатқан бұл екі азамат, бұл бейнебақылау камерасынан ашылған. Мына жерде мысалға қарасаңыздар тұр, екеуден жұмыртқа қуырып жегендеріне дейін бар. Мінекей. Мінекей, бәрі нәрсесі бар. Біз үйдің хазайынымен де сөйлестік. Яғни, бұл екі азаматтың қашуына көмек берген басқа бір Қазақстан азаматы бар. Қазіргі таңда ол сол қазақстандық азаматты ұстау бойынша қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал көлікпен бұл азаматтарды бір қаладан екінші қалаға өтуін, жүруін қамтамасыз еткен өзбекстандық студент бала ұсталды, қазір тергеудің үстінде. Әрине бұл нәрсені сіздер білмейсіздер, бірақ бүгінгі тікелей эфир шындық, мен шындығын бәрін айтам. Үмітпен мен кездестім, әпшесіне де байланысқа шығып айттым мен. Осындай 24 сағаттың ішінде бұл балдар ұсталатын болса, өз еріктерімен берілетін болса, бұл жұмыс жеңілдейді, ертең елге тезірек шығып кетеді. Мен 24 сағаттың ішінде Қазақстанға шығарып жіберем деп айтқан жоқпын.
24 сағаттың ішінде ұсталатын болса, өз еріктерімен берілетін болса, осы моменттің барлығын халық дұрыс түсінуі керек. Ұсталатын болса, ертең сот сол нәрсенің барлығын қарап шығады деп айттым. Ертең Алла қаласа Үміт Қазақстанға барады. Барған соң Үмітпен кездесіңіздер. Журналистер болса барып сұхбат алыңыздар. Самат не айтты? Самат сенімен не сұхбаттасты? Полиция қалай келді деп сұрайсыздар. Сол кезде Үміт өз аузымен сіздерге айтып береді. Бірақ ол кезде мынау жазып жатқан комментария, мынау Саматты хайп жасап жатқандарыңыз, оның барлығы уже кеш болады. Өздеріңіз өкініп қаласыздар. Үмітпен барлық мәселені шештік. Үмітті біз полицияға бірге бардық. Ол жерде біздің алған видеоларымыз, сұхбаттарымыз бәрі бар. Қазір полицияның рұқсат бермеуіне байланысты біз ол нәрсені әлеуметтік желіге тарата алмаймыз. Мен әпшесімен байланыс орнаттым, одан кейін әпшесі бізге 500 мың теңге ақша аударды. 500 мың теңге ақшаны осы Корея мен Қазақстанның арасындағы бизнесменнің шотына біз түсірдік. Ол ақшаны тікелей менің шотыма ол бизнесмен аударып берді. 500 мың теңгені мен алдым. Енді не үшін алғанымды айтайын. Корея мемлекетінде мен заңгер емеспін. Корея мемлекетінде ең арзан адвокат 5 миллион вон тұрады. 5 миллион вон. Ол Қазақстанның теңгесімен 1 миллион 700 мың теңге. 1 миллион 700 мың теңге Қазақстанның теңгесімен. Ал мен 500 мың теңге алдым. Ол неге? Ол менің жеке қалтама емес. Ол осы жердегі адвокаттың жұмысына. Сен осы ақшаны алып тұр, ол негізі бұндай ақшаға жүгірмейді. Бірақ біздің сыйлағандықтан, бізді танығандықтан, осы жердегі адамдарымызды бәрін тауып, шымкентский вариант жасап, олармен сөйлесіп, осы азаматтар елге кетсін, осы жерде сотталып кетпесін деген мақсатпен жасаған әрекет. Тегін адвокат қайда бар? Айтыңдаршы, қайда бар? Тегін адвокат болса нөмірін маған беріңдерші, билетін өзім алып берем, осы жерге келіп сотқа қатыссын. Или Кореяда болса, айтыңдаршы маған. Қай жерде бар тегін адвокат? Кім жүгіреді? Ең арзан адвокат 1 миллион 700 мың теңге. Мен әпшесі маған бар болғаны 500 мың теңге аударды. Енді нестен қалған ақшамды сұрайын ба аудар деп? Түркістан қаласының көптеген азаматтары оңтүстік Корея елінде көлік саудасымен және киім ұрлап, одан кейін босқын мәртебесін алуда көмектесіп, көптеген Түркістанның балдары сотталып кетті. Солардың әке шешелері осы жерде тікелей эфирде мені көріп отырған болсаңыздар, сол балдарыңыздың сотында қанша ақша бердіңіздер адвокатқа, соны комментарийға өздеріңіз жазып кетіңіздерші. Мен ештеңе айтпай қояйын. Қанша ақшамен. Не болмаса, осы жерде оңтүстік Корея елінде бір адвокатқа ісі түскен адамдар болатын болса, сіздер осы жерге жазыңыздар. Осы адвокат осынша ақша алды деп. Не тегін адвокат болса, маған нөмірін жіберіңіздер, келсін де істесін. 500 мың теңге алғаным рас. Мен алғам ол ақшаны. Енді біз Үміттің мәселесі бойынша, Үміт жаңағыдай 24 сағаттың ішінде ұсталып, ол міне 7 миллион вон деп жазып жатыр. Үміт 24 сағаттың ішінде ұсталып, ол яғни мен сол процестің барлығында болдым. Бұл азаматты елге шығару үшін барлық әрекет жасалды. Алайда екінші азамат қашып кеткендігіне байланысты, ол азамат 3 күннен кейін ұсталғандығына байланысты Үмітті қазір жіберген жоқ. Тағы бір нәрсе, сіздер сол нәрсені білулеріңіз керек. Үміт қазіргі таңда тергеуді шатастырып жатыр, тергеуді қиындатып жатыр. Не үшін? Бейне бақылау камерасына түскен уақыттар мен Үміттің, не болмаса Нұрсұлтанның айтқан сөздері не сақпада бір-біріне келмей жатыр. Жалған ақпарат беріп жатыр. Соған байланысты қазіргі таңда тергеу ұзаққа созылып жатыр. Жалпы тергеудің созылу уақыты 1 айдан 3 айға дейін. Енді осы аралықта олар уақытша ұстау изоляторында отыратын болады. Одан кейін сот, прокуратурадан кейін сот. Енді жастық жасаған бұл жастарымызға Корея соты кешірім жасай ма, жоқ па, оны біз соттың шешімінен кейін ғана білетін боламыз. Одан кейін екінші азамат, яғни Самат осы балдарды ұстап 30 миллион вон, яғни 10 миллион теңге ақша алыпты деген өсек тарап жатыр. Кәне адам ұстап 30 миллион вон ақша алсам, мен бүйтіп тікелей эфирде прямойда отырмайтын едім.
Мен басқа бір шетелге барып күнде самолетта жүретін едім мен. 30 миллион ақша кім үшін берілді? Бізді Корея көмекті реальный көріп үйреніп жатқандар болса, сіздер жазыңыздаршы, 30 миллион ақша кім үшін? Үміт үшін емес, екінші қашып кеткен Нұрсұлтан үшін берілді. Ал Нұрсұлтанды полицияға тапсырған кім? Мен историяда папасының нөмерін қалдырып кетем, папасына звондап сұраңыздар. Нұрсұлтанды Самат ұстатты ма, әлде басқа адам ұстатты ма деп. Вот сол кезде білесіздер. Түсінікті ғой. Сосын осы уақытта айтып кететінім, осы бір жыл болды Корея көмектің шығарып жатқан ақпараттарын, әлеуметтік желілерін, тікелей эфирлерін барлығын неге салып, кәріс тіліне аударып, полицияға тапсырып жатқан адам бар. Сол адам да қазір мен тікелей эфирді көріп отыр осы жерде, қасындағы жаңағыдай полицейлермен бірге. Оны мен прекрасно біліп отырмын. Әр тікелей эфир қосқанында бірінші болып кіріп алады да записті басады. Сіздер де запис жасап алыңыздар. Ол енді ер адам емес, ол әйел кісі. Сол әйел кісі осы Нұрсұлтанды алып барып тапсырып отыр. Оны сол уақытта жүргендер, сол Нұрсұлтанның ұсталған уақытысында Инчхон Саданжи деген жерінде жүргендер біздің қасымызда болған балдар білет. Біз барған кезде уже бұны апарып, ұстап уже тығып қойған еді. Сіздерге шындық керек болса. Бұл екі азамат, құрметті қазақстандықтар, құрметті Корея елінде жүрген отандастар, бұл екі азамат қылмыс жасады. Осы нәрсені халық дұрыс түсіну керек. Дұрыс түсіну керек осы нәрсені. Өзге елдің шекарасын бұзды. Қазіргі таңда полиция бұларға өзге елдің шекарасын кесіп, заңсыз кесіп өтті. Одан кейін мемлекеттің несіне зиян келтірді дейді. Яғни зиян келтіргені қалай жазылған? Сонда ол жерде бұлар айнаның сындырғаны бар. Одан кейін мынау темір қоршау бар ғой, қоршаудан секіріп өткен кезде сол жерде арнайы линия болады, яғни дабыл қағатын. Сол дабыл қағатын құрылғыны бұлар секірген кезде бұзып жіберген. Оның барлығын төлем жасатады. Оның барлығын айыппұл арқалайды. Сізді мысалға телефоныңызды біреу сындырып қоятын болса, ол сіздің жеке затыңыз, телефон алып бер деп сіз талап етесіз ғой. Бұлар бірде-бір мемлекетке зиян келтіріп отыр. Сіздер осы нәрсені дұрыс түсініңіздер. Мен де бұл балдарға жаным ашып отыр. Осы балдар сотталып кетпесін, Кореяда қамалып кетпесін деп, мына жерді бүкіл қоршаған ортамдағы адамның бәрін осы жерге салып, үлкендердің барлығымен сөйлесіп жатсам, әлеуметтік желіге шығып, аузына келгенді құсып отыр мына адамдар. Әрине бұл нәрсеге біздің жүрегіміз ауырады. Ешқандай, мысалға, осы біз туралы ақпарат шығарып жатқан адамдар, сіздер шын халыққа жан ашитын адам болсаңыздар, екі жақты тыңдаңыздар. Ешқашан бір жақты тыңдап шешім шығармаңыз. Ешқашан бір жақты тыңдап шешім шығармаңыз. Екі жақты тыңдаңыз. Одан кейін шешім шығару керек. Біздің телефон нөміріміз, бәрі нәрсеміз қосылып тұр. Сол жерге жазу керек еді. Самат, осындай жағдай болып жатыр, не болды деп. Хит болам деп, ит болды. TikTokқа салған видеосын бәрі өшіп кетті. Біз үндемейміз, көзімізді жұмамыз. Сондықтан бұл отандастарымызға біз жалпы қылмысты жасады. Бұл қылмыстың жасағаны Корея заңдарымен барлығымен дәлелін тапты. Енді мен сол күні де әпшесіне де айтқам, Үміттің әпшесіне. Әпше, сіз болды, Үмітті маған тапсырыңыз да, тыныш отырыңыз. Даусыңызды еш жерге шығармаңыз, тыныш болыңыз. Болды, ары қарай мен шешіп берем деп айтқам. Бірақ ана жерді алды да гүр етіп TikTokта хит болып жүр. 200 адам екені, халықтың ортасына іріткі салатын адам екені өзінің бетінен ақ көрініп тұр. Мен жібергенмін WhatsApp желісінде, мен Корея жаңалықтарынамын деп, ал мына жерде елшілікте жұмыс істеймін деп айтты деп жатыр. Мен өтірік айтқанда деп келістіріп айту керек, что халық сенетіндей қылып. Осы нәрсе, құрметті оқырмандар, енді мынау Қазақстаннан бізді бақылап отырған журналистерге айтарым, осы эфир сақталады. Керекті жерін өздеріңізге аларсыздар. Бірақ бір нәрсені айтқым келеді. Беріліп жатқан ақпаратты дұрыс алыңыздар. Дұрыс алып, дұрыс пайдаланыңыздар. Одан кейін
осы журналистер жылт ете қалса, осы оңтүстік Кореяның мәселесін қайта-қайта талқылап жатыр, қайта-қайта шығарып жатыр. Не үшін осы тілшілер, журналистер мысалға Америкада болып жатқан қазақстандықтардың жағдайын, Англияда болып жатқан қазақстандықтардың жағдайын, Мексикада қоршаудан қашып жатқан қазақстандықтардың жағдайын не үшін әлеуметтік желіге алып шықпайды? Бірдеңе болса Корея. Өзі Корея жылына бір рет Кореяда қазақстандықтардың аты шықпаса болмайтын болды. Атың шықпаса жер өрте деген, бұл екі отандасымыз бүкіл мемлекетті өртеп жатыр. Иә, әрине күлесіздер, бірақ әрбір күлкінің астында бір шындық бар. Менің құрметті оқырмандар, сіздерге айтарым, менің жүрегімде кек сақтайтын орын жоқ. Иә, ренжимін. Халықтың ортасында жүріп, осындай мәселелерді шешуде бар білгенімді, әрекетімді жасап жүгірем, бірақ халық ол нәрсені түсіне бермейді. Мысалға бір сбор жасайтын болсақ, қайырымдылық жасайтын болсақ, мен специально әкеп қойдым. Мынау бәрі Корея елінде жасалған қайырымдылықтағы құжаттар. Даже керек десеңіздер, Қазақстанда Каспийға түсіп жатқан шоттарды бәрін осылай шығарып мен жинап қоям. Достан дұшпан көп, ақша бар жерде уайым бар, проблема бар. Ақша бар жерде адамдардың көзі 2 емес 4 болады. Сондықтан кез келген уақытта заңды адамдарға жауап беру үшін кез келген уақытта мен әрбір сбордан келіп құжатымды жинап қоям. Ал енді біз туралы өсек айтып жатқандар, аман болыңыздар. Мен жүрегімде кек сақтайтын орын жоқ. Жүрек ол Құранды сақтайтын, иманды сақтайтын орын. Мен туралы өсек айтып жатқандар, мен туралы әртүрлі ақпарат айтып жатқандар, мен барлықтарыңызды Алла үшін кешіремін. Бір рет ренжимін, иә, мен де пендемін, мен темірден жаралған емеспін. Мен Алла үшін сіздерді кешіремін, ал сіздерді Алла кешірсін. Сіздерді Алла кешірсін. Ал бұл екі балаға заңды құқық ары қарай көрсетіледі. Мен бұл балдардың жақындары жаңағыдай әлеуметтік желіде әртүрлі ақпараттарды беріп жатыр деп, бұл екі баланың мен осы жерде түрмеде қалып кетсе, ол уже біздің де жүрегімізге ауыр батады. Себебі қандай жағдайда келгенін, қандай қиындықпен келгендігін мен білемін. Сондықтан Қазақстандағы отбасылары жарайды, аузына келгенді құса берсін, мен ол нәрсеге мән бермеймін, бірақ бұл екі азаматқа да заңды құқық біз тарапымыздан толықтай көрсетіледі. Егер керек болған жағдайда қаржылай көмек көрсету алдағы уақытта қарастырылатын болады. Егер де осы жаңадай әлеуметтік желіде тарап жатқан ақпараттар болатын болса, қандай да бір бізге тікелей өзімізге жазсаңыздар болады. Бір күннің ішінде Самат Ахмет тағы да оңтүстік Корея елінде хит болып кетті. Не только оңтүстік Кореяда, бүкіл Қазақстанда, барлық жерде әйтеуір өсек деген тез тарайды. Біреу отырып алып Самат осындай десе, әйтеуір тезірек таратып тастайсыздар. Сондықтан бір ақпаратқа комментария жазар алдында жақсылап ойланыңыздар. Ораза айы сен 500 000-ды не үшін алдың, и так далее. Анау екінші баладан ақша сұрапсың, ондай 30 миллион ақша алыпсың. Маған дәлелдеп беріңіздер, мен 30 миллион ақша алғанымды. Маған дәлелдеп беріңіздер, екінші бала Нұрсұлтанды мен ұстатқаным дәлелдеп беріңіздер маған. Уақыт келеді, мен сіздерге дәлелдеп берем, Нұрсұлтанды шын мәнінде кім ұстатқанын. Бірақ ол кезде уже менің үстімнен қылмыстық іс қозғалады. Бірақ папасы өте жақсы біледі. И осы жердегі бір жігіт жақсы біледі. Бұл азаматты осы жерде тығылып қалуын, осы жерде қалай жүруін, барлығын үйретіп, көрсетіп тұрған Қазақстан азаматы, ол да жақында ұсталатын болады. Яғни, өзге елдің шекарасын кесіп өткен азаматқа қолдау көрсеткен азамат. Ол да ұсталады. Қазір Өзбекстан азаматы ұсталып, ол тергеуде. Сондықтан, құрметті оқырмандар, мен әрқашанда сіздермен біргемін. Мені жақсы көрудің қажет жоқ. Сіздер Алланы жақсы көріңіздер, Алланы танысаңыздар, Алланы жақсы көрсеңіздер, Алланы таныған адам пендені таниды. Сол нәрсені естен шығармаңыздар. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын.
Біздегі қазір бұл екі азаматтың жасап жатқан қылмысы, жасап жатқан әрекеті екі мемлекеттің ортасындағы саяси дипломаттық мәселелерге өте көп кедергісін келтіруі мүмкін. Қазір сіздер білесіздер, біз алдында оңтүстік Корея елінен жұмыс визасын сұрап петиция жазғанбыз президентке, Қазақстанға да және Корея президентіне де. Солардың барлығы олар көтеріліп жатыр. Біз сіздер тек қана мынау мен тікелей эфирге шыққанда не видео салғанды ғана көресіздер, ал бұл сыртта не болып жатқанын сіздер білмейсіздер. Менің мақсатым бір күн уақыт келеді, осы E9 жұмыс визасын, E7 визаларын, E8 визаларын, 6 айлық виза, 2 жылдық, жаңағыдай 3 жылдық визалар, ол Қазақстан мен Кореяның арасында Алла қаласа алдағы уақытта ашылады, азғантай қалды. Сондай нәрселерге біз әрекет жасап жүгіріп жүрген уақытымызда мынандай жағдай орын алып жатыр. Сондықтан мен сол күні жақындарына да айтқан, болды, бұл нәрсені артық көтерудің қажет жоқ, сіздер тынышталыңыздар. Бұл екі азаматта алдағы уақытта Қазақстанға қайтады деп. Сондықтан мемлекеттің және елшіліктің бұл жерде жасап жатқан жұмыстарына бұл отандастарымыздың жасаған істері үлкен кедергілерін тигізіп жатыр. Біздің қазір білетініміз тағы бір ақпарат, қосымша сіздерге қазір оңтүстік Корея әділет министрлігі Корея еліне келетін шетелдік азаматтардың Корея елінде болу тәртібін қайта қарап жатыр. Құрметті оқырмандар, ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Сіздермен бірге болған Самат Ахмет.